Мәуліт араб сөзі қазақша туған күн деген мағына береді. Әлемдегі барлық адамдарға пайғамбар ретінде жіберілген. Пайғамбарлардың ең соңғысы және ең үстемі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 571 жылы сәуірдің 20-сына сай келген Рабиул әуәл айының 12-сі дүйсенбі күні түнде таңға жақын Меккеде дүниеге келді. Әр үмбетке өз пайғамбарының туылған күні мереке болып есептеледі. Бұл күнде мұсылмандардың мерекесі, қуаныш пен шаттық күні. Әлемдегі мұсылмандар тарапынан жыл сайын бұл түн Мәуліт түні ретінде тойланады. Барлық жерде Мәуліт қасидасы, өлеңдері оқылып, Расулуллах еске алынады. Мәуліт туылған сәт дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз Құрайш тайпасынан, оның ішіндегі Бани Хашим әулетінен шыққан. Туған жері Алла тағаланың нұры жауып тұратын Мекке қаласы. Әкесінің аты Абдуллах, оның әкесі Әбдүлмүттәліп, оның әкесі Хашим, оның әкесі Абдулманап. Анасының есімі Әмина. Мұхаммед пайғамбар ата-анасынан ерте айырылды. Әкесі перзенті өмірге келмей тұрғанда, дүние салса, 6 жасқа толғанда анасы қайтыс болады. Мұхаммед пайғамбар дүние есігін ашқанда, ғаламда ғажап оқиғалар болған деседі. Дүние нұрға бөленген. Анасы Әмина әйелдер әдеті бойынша толғақ қысу, қан кетуге ұқсас қиыншылықтарды көрмеген. Пайғамбарымыз туғанда үстінен жұпар иісі аңқып тұрған. Бір хадисінде менің 5 есімім бар. Мен Мұхаммедпін, Ахметпін, Махимін, Алла күпірді мен арқылы жояды. Хаширмін, адамдар қиямет күні менен кейін тіріледі. Ахиппін, менен кейін пайғамбар келмейді деген екен. Бұл мерекені атап өтудің негізінде пайғамбарға деген сүйіспеншілік жатыр. Пайғамбарымыздың туған күнін қасиетті мереке ретінде атап өту үрдісі ислам әлемінде хижри 4-5 ғасырлардан басталады. Хадис шәрифтерде былай делінеді: мені әке-шешесінен, бала-шағасынан және барлық адамнан артық жақсы көрмеген адам шынайы иман келтірген бола алмайды. Бір нәрсені қатты жақсы көрген адам, әрине, оны көп есіне алады. Пайғамбарларды еске түсіру ғибадат болып саналады. Мәулітті атап өту абзал амалдың бірі. Себебі Мәуліт пайғамбарға деген сүйіспеншілік пен қуаныштың айрықша көрінісі. Ал пайғамбарды жақсы көру иман негіздерінің бірі. Мәуліт мерекесінде Құран оқылып, пайғамбарға мадақ өлеңдер мен жырлар, салауаттар айтылады. Бұл күні мереке болғандықтан халыққа сусын, тамақтар атып, сыйлықтар берсе де рұқсат. Бұл мерекені атап өтудегі негізгі мақсат Мұхаммед пайғамбардың ғибратты ғұмырын насихаттау, жастарға имандылыққа тәрбиелеу, бауырмалдыққа, адамгершілікке, ата-ананы құрметтеуге және түрлі теріс қылықтардан сақтануға шақыру.